Жеке өмірі мен отбасын құпияда ұстайтын Төреғали Төрәлі бар құпиясымен бөлісті. Қайрат Нұртас жарын фильмге түсірсе, Төреғали үйлену тойын жасауды ұйғарыпты. Осылайша қос жұлдыздың бар құпиясы ашылып келеді. Екі серінің бір уақытта ашыла қалуы жай ғана сәйкестік пе, әлде бәсекелестік пе? Параллельно біреудің жолын қиып кетейін деп, сол не істеп жатыр, ойбай мен де көштен қалып қоймай, мен де көрсетейін деген сияқты. Ондай ойдан аулақ болыңыздар. Менде ондай ой жоқ, ондай пиғыл да жоқ, ниет те жоқ. Сондықтан қуаныш болып жатыр ма, қуанайық оған. Негізінде мен кеңес берер едім. Бізден кейінгі келе жатқан буын болсын, бізден кейінгі келе жатқан толқынға үйленгеннен кейін ол жарларын көрсетпей қойсын ешкім. Біріншіден қызықты емес ешкімге. Екіншіден ол көрсетуге міндетті емес, көрсетпеуге міндетті. Өзінің жарын адам қызғану керек. Ендеше Қайрат Нұртас отбасын жария еткен шақта әйелі толқын туралы айтып той жасау идеясы қалай келді? Әлде ақ келіншектің ақ көйлек кимедім деген арманы бар ма екен? Үйге келіп, айқай 25 деп мен концертін жасайтын болдым деп айтып отыр едім. Ата-анамның көзінше ешкім ештеңе деген жоқ, ой құтты болсын бәрі. Туған күніңіз жасаған, 25 жасағаныңыздың не керегі бар, тойыңыз жасай алмадыңыз ғой деп қалды бір кезде бір кісі. Дүркіретіп туған күн жасағанын не істейсің, кімге керек, ол үйлену тойың жасамағаннан кейін. Мен осы нәрсені түсіндім, 25-імде мен осы әңгімені естіп тұрсам, онда 50 жасқа жеткенге дейін бұл әңгіме мен қыр соңымнан қалмайтынын түсіндім. Жақсы сенелік, жас келіншекті сонша күттіріп, бұған дейін неліктен той жасалынбай қалды деген сауалға ұлы дала баласы қиялындағы тойды жасау үшін уақыт керек болғанын айтты. Үйлену той жасай салу деген аса бір қиын емес қой негізі. Бірақ менің қиялымда ол өте керемет болып өту керек. Елдің баласы болып жүргеннен кейін тек қана менің әулетіме түсіп жатқан келін емес, бұл мұқым қазақтың келіні деп есептедім мен. Сондықтан жарияға жар салып, алталашқа сауын айтып, 300-дің басын қосып қоятын той болмаса да, өзінің бір белгілі бір деңгейінде ұлы дала баласының тойына ұқсайтындай бір кішкене. Болмаса жағдай жетеді, ауылда палат көп бізде. Ансамбль жетеді, ауылда өйтіп жасай салуға да болушы еді, бірақ осыны дұрыстап жасайыншы деп жүргенде уақыт өткізіп алдым. Бұл көптен күткен тойды күллі қазақ асыға күткен рас. Бұл уақытта Төреғали Төрәлінің екі періштесі дүниеге келіп үлгерген екен. Екі қызым бар. Үлкен Тамирис, кішкентай Тоғжан. Алла қаласа енді коллекция жинайын деп жатырмын қыздарды. Осы уақытқа дейін барынша құпия, барынша қолжетімсіз болып келген Төреғали енді тілшілер қауымынан қашпайтынын айтты. Бұрынырақта жолап кетсе отбасын сұрап мазалайтын тілшілерге енді бетпе-бет келуге дайын отыр екен. Том и Джерри бітті осымен. Енді разына-раз. Мен қоғамға араласқанда да кәдімгідей белшесінен қолымды шынтағына дейін батырайын деп тұрмын. Осы уақытқа дейін тілім тістеп көп нәрсеге араласамай қалдым. Өйткені бір журналистің алдына келе қалсам болды, үйленгеніңіз неге жасырасыз? Қашан айтасыз? Әлі бойдақсыз ба? Сол бір екеуіне айтшы берме, бойдақпын құрсын, сенбесіңдер әйелімнен сұраңдар деп. Осылайша 25 жасында үйлену тойы мен Ару Алматыда 5 күн қатарынан концерт беруді жоспарлап отырған әнші бұл күнге көп дайындалғанын айтты. Ал 5 күн қатарынан концерт беру идеясы тіпті ойламаған жерден болған көрінеді. Ақындардың тізімін, әншілердің тізімін жасаған кезде бұл концерт 5 сағатқа немесе 6 сағатқа симай қойды. Сосын мен айттым, онда стадионға берейік, Алматы аренаға берейік. Онда көп болды, 8 сағаттай болып кетті ма? Алматы аренаға беру үшін күндіз 12-де кіріп, кешке 12-де шығу керек екен. Ол үшін көрпе төсек, жамылғы, бәрін, қазан, ошақ бәрін көтеріп кіру керек болды ол жерге. Сосын ол айқай 25 туған күннің концерті стадионда беретін концерт емес деп Жәкен келіспей қойды. Біз 2 апта, 3 аптадай соған келісімге келе алмай жүрдік. Республика сарайына береміз, бұл сондай юбилейный концерт болғаннан кейін деп. Киелі сахна болған соң енді. 2 концерт қылдық, 3 концерт қылдық, симат, сонымен ең сонда 5 концерт болды. Сонымен 25-ін дүркіретіп, өзінің де халықтың да есінде қалатындай тойлағалы жатқан әншіге концерт атауын айқай 25 деп атауға Алтынбек Қоразбаевтың өзі рұқсат берген екен. Жәкең сері 25, беу 25, ол да ұнады бәріне.
Төреш 25-те кел деген сияқты тек концерттің атын солай да қоямыз деп хэштег керек. ақылдасқан кезіміз болды. Бірақ Алтынбек көкемізге біз былай айтқанда батылымыз жетпей жүрді де, осы айқай 25-ті біз концерттің аты қылып қойсақ қалай болады деген сияқты. Сол ол кісі іздегенге сұраған қылып, звондаған кезімде айқай 25 деп қоймайсың ба атын деп бірден келісім берген кезде біз қуандық. Міне, бір Алматыда 5 күн қатарынан болатын Төреғали Төрәлінің кеше ертең 10 қазанда басталмақ. Ал өзі де өзге де асыға күткен үйлену тойы 17 қазанда өтетін болады. Ендеше тойда кездескенше дейміз.